Сахарный лист жасаймыз. Тортымыздың сыртын қаптауға арналған оформление. Ол үшін бізге 50 грамм глюкозный сироп қажет. Барлығын өлшеп аламыз таразымызға қойып. Оның үстіне 200 грамм көмшегерімізді қосып араластырамыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа да цветке боясаңыздар болады. Мен көгілдір түске боядым. Дайын болған сахарный листімізді қолымызбен араластырып аламыз да оқтаудың көмегімен жаямыз. Дайын болған сахарный листімізді 50 градус пешкіде 15 минутқа кептіріп аламыз. Немесе жай үй температурасында да 1-2 сағатқа қалдырсаңыздар, өзі кеуіп қалады. Сырты қатты болып кебеді. Дайын болған сахарный листімізді астын түзу қылып кесіп алып, тортымыздың сыртын осылай қаптауға болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мынау екінші тортымда осылай басқаша цветке қаптап шықтым.